абзал бауырымыздан кездескіміз келіп отыр. Видеосвязьбен өз практикасының, өз кеңестерін мына қазір біздің тыңдаушыларымызға арналған видео. Солармен бөлісе отырғанымыздықтан соларға кеңестерін айтсын деп. Ассалаумағалейкум, абзал бауырымыз, сөз сізге берілді. Уағалейкум ассалам, Олжас, қуаныш бауырлар. Алла разы болсын. Дұрыс айтасың, мынау жылда жаңа оқу жылы басталардың алдында қыркүйектен бастап Қазақстанның түкпір-түкпірінде мұсылман бауырларымыздың, қыздары бар мұсылман бауырларымыздың осындай бір мәселелер туындап жатады. Үлкен өзекті мәселе бұл. Өйткені осы мәселе бойынша көптеген біздің қарындастарымыз, қыздарымыз өзінің конституциялық жалпы құқықтарынан айырылып, бәрі бұзылып жатады. Олар бір міндетті орта білімінді ала алмай жатады. Ол барлығымызға белгілі. Ол енді мен бұл мәселеге мен де тап болдым. Ата-ана ретінде енді әлбетте өзімнің ойымды, кеңесімді, осы кезге дейін талдауларымды, тұжырымдарымды бөлісіп отырайын. Біріншіден, жалпы бұл мектеп ұйымдарының басшыларының әрекеттері, мектепке кіргізбеу, қыз балаларды орамал тақты деп, ол біріншіден, ол бірден айту керек, ол толыққанды үлкен заң бұзушылық. Жалпы біздің кез келген адамның, біздің және балаларымыздың құқықтары, олардың бостандықтары мен заңды мүдделері біздің конституциямен, как раз бүгін міне 30 тамыз конституция күніне тура келіп отыр. Осы конституцияда ата заңымызда көрсетілген 14 бабында көрсетілген кез келген адамды оның кез келген себептермен, өзге де жағдаяттармен, сеніміне, нанымына байланысты ұлтына кемсітушілік жасауға болмайды. Бізде керісінше осы конституциялық 14 баптағы құқықтарымыз бұзылып жатады, кемсітушілік, яғни дискриминация болып жатады. Одан бөлек тағы да біздің қыздарымыздың құқықтары, тіпті олардың айтып отқан білім туралы, сүйеніп отқан білім туралы заңның өзінде білім беру, мынау балалардың құқықтары туралы заңда көрсетілген. Яғни мынау мысалы 47 бапта білім туралы заңның білім алушылар мен тәрбиеленушілердің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім беру стандартына сәйкес сапалы білім алуға құқығы бар деген. Яғни мектепке орамалмен келді деп бұл құқығынан айырылып отыр. Екіншіден, өзінің пікірі мен сенімін еркін білдіруге құқысы бар деп тұр. Яғни оның өзінің, қыз баланың орамал тағу, оның өзінің ердің пікірі мен сенімін еркін білдірудің белгісі ғой. Одан да айырылып жатыр, құқығын бұзылып жатыр. Және де үшінші, жаңа 47 бапта көрсетілген өзінің адамдық қадір қасиетінің құрметтелуіне құқығы бар дейді. Яғни қыз баламызды мектептің табалдырығына ары қарай аттатпай, кейбір жағдайларда дөрекі итеріп жіберіп, балаларды қуып жіберу мектептен білім алудан. Әлбетте біздің баламыздың, ата-аналардың қадір қасиеттерінің не жасалып жатқан үлкен құрметсіздік болып табылады. Сондықтан білім ұйымдарының басшылары осыны білу керек. Одан бөлек мынау Қазақстан Республикасының бала құқықтары туралы заң бар. Сол заңның 4 бабында да нақты көрсетілген баланың жынысына, тіліміне, біліміне, сеніміне, кез келген жағдайға балаға және ата-анасына, басқа да заңды өкілдеріне қатысты өзге де маңдайға қарамастан барлық бала тең құқыққа ие деген. Яғни кез келген бала тең. Анау орамалмен барған бала да тең болады, орамалсыз барған бала да тең болу керек. Мектеп директорына бұл жерде кемсітушілік жасауға болмайды. Міне осыған сүйене отырып балаларымыз орамал тақуға құқысы бар. Одан бөлек біз өзіміздің заңнамадан бөлек халықаралық нормалар да бар.
Мысалы, білім беру саласындағы кемсітушілікке қарсы күрес туралы конвенция бар. Соны біздің еліміз заңмен қабылдаған, ратификацияланған. Осы конвенцияда не дейді? Бұл конвенцияда кез келген бір адам болмасын, немесе бір топ баланы болсын, білім алуынан кез келген себептермен шектеу, яғни ол кемсітушілік болады деп нақты көрсетілген. Яғни дискриминация деген осы деп нақты көрсетілген. Сондықтан халықаралық норманың өзі бұзылып жатыр. Енді мынау тіпті мынау заңнаманың сыртында өздерінің сүйеніп отқан, енді олар белгілі бір нәрсеге сүйенеді ғой. Мектеп директорлар болсын, білім саласындағы басшылар болсын, олар білім министрлігінің мынау орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптар деген министрліктің 26-шы бұйрығы бар. Сол бұйрыққа сүйенеді. Енді бірақ сол бұйрықта мысалы қарап отырсақ, қыз балаларға қойылған мектеп формасының талабы бар. Ол қандай? 9-шы тармағында дейді, қыздардың мектеп формасы ол пиджак, жилет, юбка, шалбар, классикалық жейде. Біздің балаларымыз оны сақтайды ма? Әлбетте сақтайды ғой. Толық сақтайды. Тек қана үстіне орамал тағады. Енді олардың айтуы бойынша, біз мынау осы бұйрықта орамал көрсетілмеген дейді. Егер де мынау құқық аналогиясы деген бар ғой, аналогия права дейді. Мысалы, егер де мына жерде орамал тағу, орамал турасында көрсетпеген деген сөз, ол орамал тағуға болмайды деген сөз ғой. Сөз емес қой. Мысалы, мына жерде аяқ киімді көрсетілмеген. Аяқ киімді көрсетілмеген. Яғни бәрімізді балаларымыз жалаң аяқ бару керек деген сөз емес қой. Әлбетте олай емес. Барлығы да аяқ киім киіп барады. Түрлі түсті аяқ киім киеді, кеді киеді, бәтеңке киеді, басқасын киеді. Оның талабы көрсетілмеген жерде. Сондықтан мектеп формасы біздің қыздарымыз, орамал тағатын қыздардың тарапынан толық сақталады. Сондықтан бұл жерде ешқандай мектеп формасының бұзушылық жоқ, көрінбейді. Яғни олардікі бос сөз, шыны келгенде. Енді бұл жерде олардың сүйенетіні 13-ші тармақ дейді, 26-шы бұйрықтағы. Бұл жерде бидей жазылған. Мектеп формасына түрлі діни конфессияларға қатысты киім элементтерін қосуға болмайды дейді. Енді бұл тармақты біз белгілі контексттің ішінде қарауымыз керек қой. Бұл 26-шы бұйрық, өздеріңіз білесіздер, кез келген біздің Қазақстан Республикасының әртүрлі орта білім беретін ұйымдарға өзінің жеке ішінде білім формасына сәйкес регламент бекітіледі. Осыған сүйеніп бекітіледі. Сол регламентті бекіткен кезде, мына осы 26-шы бұйрықта көрсетілген қалай бекітілу керек? Ол мектеп формасы бойынша ережесі, мектептің ережесі ата-аналар комитетімен немесе басқа да қоғамдық кеңесімен келісе отырып мектеп директорымен әр жылдың 25-ші майына дейін бекітіледі. Енді қараңыз, яғни бұл жерде айтып отқаны, кез келген мектеп директоры осы мектеп формасын бекітіп жатқан кезде түрлі діни конфессияларға қатысты киім элементтерін қосуға болмайды деген сөз. Бекітіп жатқан кезде. Яғни бұл 13-ші тармақ мектеп директорларына, мектеп басшыларына қарата айтылған норма. Бізге айтылған норма емес. Біз мектеп формасына ешқандай элементті қоса алмаймыз, өйткені ол бекітіліп қойған норма. Бекітіліп қойған. Сондықтан солай. Ал екінші мәселе, мектеп директорының әрекеті қандай болу керек? Егерде шынымен де мектеп формасын бұзған болса, жарайды, орамалға байланысты емес. Жалпы бұзған болса, не істеу керек? Ол мектепке кіргізбеу керек пе міндетті түрде? Есік алдында тұрып, қуып жіберу керек пе? Бала білім алмау керек пе? Ол жөнінде осы 26-шы бұйрықта еш жерде көрсетілмеген. Мектеп директорының екі-ақ қана құқы көрсетілген, міндеті. Ол бірінші мектеп формасын бұзу жөніндегі әрекетті қоғамдық кеңеспен талқылау керек деп тұр. Екінші, мектеп формасы бойынша ережені мектепке кірген кезде ата-ананы таныстыру. Осы екі-ақ қана құзыретіне кіргізілген мектеп директорының. Ал мектепке кіргізбеу, оны тоқтату, ары қарай қуып жіберу, ол толып барып жатқан дискриминация, тіпті қылмыстық кодекстің 145-ші бабына сәйкес оны қылмыстық жауапкершілікке тартуға болады. Өйткені 145-ші
бапта қылмыстық кодекстің адам баласы не деп тұр? Адамның және азаматтардың тең құқықтарын бұзу, адамның құқықтары мен бостақтарының теңіне, дініне, нанымына, басқа да жағдайға әртүрлі себептермен жарнама тікелей немесе жарнама шектеу деп тұр. Олар біздің баламызды, қыз баланы орамал тақтым деп құқығын шектеді ма, яғни ол қылмыс болып табылады. Ол үшін қылмыстық кодекстің 145 бабында 160 айлық көрсеткіш көлемінде штраф белгіленген, немесе одан бөлек қоғамдық жұмыстарға тарту белгіленген. Одан бөлек тағы да айта кету керек, мысалы өзіміз білеміз, егер де тіпті біз бұзушылық жасағанның өзінде, кез келген бұзушылық бәріміз де білеміз, егер біз жол ережесін бұзған болсақ, ол жол ережесін бұзғаны әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес белгілі жауапкершілік көрсетілген ғой. Сұраққа дұрыс қоймаса, жылдамдықты асырсақ деген сияқты, тіпті оның өзін тиісті уәкілетті орган майы қызметкерлері ғана қарайды. Басқа ешкім қарамайды. Құрылыс саласында егер де бұзушылық болатын болса, құрылыс саласының архитектура, контроль деген сияқты бақылау арнайы уәкілетті органдар бар, солар ғана қарайды. Ал енді біздің білім саласында директорлар неге өз мойнына бұндай жауапкершілікті алады? Неге оның құқығын шектейді? Әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі кодексте және қылмыстық кодексте адамның құқығын тек қана сот шектей алады, және уәкілетті орган арнайы белгілі көзделген нормаларға сәйкес қана. Сондықтан мектеп директорларының әрекеті толыққанды заң бұзушылық болып табылады. Толыққанды ешқандай қорықпай, егер де балаңызды шектеген болса, тікелей бірден арнайы уәкілетті органға, мысалы дәл осы мектепке шектеу болып жатқан болса, біздің кез келген аумақтың білім министрлігіне қатысты білім саласында бақылау департаменттері бар, білім саласында бақылау департаменттеріне арыздану керек. Енді әкімшілік құқық бұзушылық бойынша осы білім саласының департаменттерін қарайтын бап, ол 409 бабының 3 және 4 тармақтар. 3 және 4 тармақтар. Олар қандай? Ол жерде КОАП-тың жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 409 бабының 3-4 тармақтарын бойынша, мынау егер де баламызды кіргізбеу себебінен адам депрессия болады ғой, кіргізбейді, ол бала басқалардың көзінше итеріп жібереді, қуып жібереді, бала білім ала алмайды, қаншалықты үйде отырғаннан кейін өзім басымызда болды, бала ауруы мүмкін. Егер де бала жеңіл желпі осындай әрекеттен, білім ұйымның басшының әрекетіне осындай жеңіл желпі зардап шеккен болса, осы 409 бабының 3 тармағы бойынша жауапкершілік көзделген. 100 айлық көрсеткіш есебінде штраф салынады. Оны қарайтын жаңағы білім саласындағы бақылау департаменттері. Одан бөліп 409 бабының 4 тармағы деген бар, ол білім стандарттарын бұзу. Мысалы, белгі толып жатқан білім стандарттары бар. Соның ішінде орта білім стандарттары бар. Бала мектепке бармағаннан кейін әлбетте білім стандарттары бұзылады. Сондықтан осы 409 бабының 3-4 тармақтары бойынша ешқандай 100% бұзушылық белгілері болғаннан кейін мектеп директорларын жауапқа тартуға болады. Одан бөлек, егер де жаңа дөрекілік көрсетіп жатса, итеріп жатса, қуып жатса, онда қылмыстық кодекске сәйкес полицияға арыздану керек, немесе тікелей сотқа. Әлбетте, ондай жағдайда осының бәрін ертең сотта немесе уәкілетті органда дәлел ретінде болу үшін, әлбетте куәгерлер болу керек. Қазіргі таңда енді барлығымызда видео құрылғыларымыз бар ғой, телефон бар, телефонға түсіру керек, немесе олардан директордан ресми немесе сол жерде жазбаша түрде себептерін, неге кіргізбейтінін жөнінде себептерін жазбаша алу керек. Сол айтайын дегенім. Алла разы болсын, Абзал бауырымыз. Енді бір резюме жасап кетсек, мына тыңдаушыларымызға былай айтқанда, бірінші, мысалы ертең былай ситуацияны қазір құрсақ, мектепке келді дейік. Бірінші ата-ана мектепке келді, жаңағы орамал тағып келді қыздары. Сосын оны немесе енді бұл жерден мектеп директоры есік алдында тұрмайтын болар, мысалы охранник тұрды дейік.
охранник тұрса, жаңа охранникқа не деп айтып, мектеп директорын шақыр деп, сосын мектеп директоріне немесе жаңа завучқа меңгеретін жағдайды түсіндіріңіз деп, сол кезден бастап жаңағы соткасын телефонын шығарып, видео құралын шығарып, түсіріп бастап, мен ескерте кетейін, тыңдаушыларымызға, түсіруге қорықпаңыздар. Әр затты түсіруге болады. Әр затты түсіруге болады. Мына мектеп деген ол дейтін общественный болғасын, мектепті түсіруге болады, қорықпаңыздар. Ол біріншіден, екіншіден, әрбір видео материалды, мен өзім 10 жылдық юристік практика болғасын сізге айтып отқан. Әрбір түсірген материалды сіз егерде ол материалды өз құқықтарыңызды қорғау үшін қолданатын болсаңыз, ол материалды түсіруге болады. Сіз ол материалды просто жай ойын үшін түсіріп алып, біреудің жеке өмірін, оны YouTube-қа шығаратын болсаңыз, онда әрине, онда оны олай түсіруге болмайды. Ал бұл жағдайда сіз өзіңіз құқықтарыңызды қорғайын деп жатсыз, сондықтан бауырлар мен айтарым, түсіруге қорықпаңыз. Енді Абзал бауырым жаңағы былай айтып кетсек, келдіп, бірінші жағдай жаңағы телефонысын шығарып, түсіріп бастады, сосын сұрақтарын қойды, сосын жаңағы жауабын алды, сол жерде қағазды жүзін жауабын алуын сұрады деген сияқты. Соны айтып кетсеңіз, былай. Бірінші, екінші, үшінші. Дұрыс айтасыз, Қуаныш бауырым. Айтайын дегенім, енді барлық мектептерде шынымен де жағдай бұлай болмауы мүмкін. Өйткені бұлай адекватты, ақылы бар, құзыретті, білікті мектеп директорлары бар. Олар өздерінің құқықтарын мен міндеттерін білетін директорлар бар, Аллаға шүкір. Олар білет, баланың құқығын шектеуге болмайтынын білетін директорлар бар. Әлбетте олар жай ғана ескертеді. Өйткені әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, олар өздерінің міндеті. Социологтар одан ешқандай қорқатын, сондай әңгімелесуден қорықпау керек, бірақ кез келген бала социологпен болсын, психологпен болсын, мектеп директорымен сөйлесіп жатқан кезде ата-ана қасында болу керек. Ата-ананың қасында болмай, мектеп директоры немесе социолог болсын, психолог болсын, жеке дара баламен сөйлесуге болмайды. Менің өзім білетінім заң бойынша, ата-ана ретінде. Сондықтан бұл жаңағы видеоға түсіру деген ол өте сондай зәру болған кезде, тіпті мүлдем мектепке кіргізбей, сіздің түсіндіріп жатқан түсіндірмеңізді қабылдамай жатса ғана сөйтетін жағдай. Яғни ең бірінші біз барамыз, мектеп кіргізбей жатса, әлбетте біз адами ретінде түсіндіруге тырысамыз. Бұл біздің құқығымыз екенін, заңның нормаларын өзіңізден, біз мына бауырларымыз бір памятка дайындап жатыр. Оны да бір парақта, екі парақта болатындай заңнаманың нормаларын көрсете алатындай бірден, өйткені қолда кейде бола бермейді ғой. Болып жатқан барлық нормаларды көрсете отырып, оны түсіндіру керек. Егер де шынымен де ақылы бар, өзі адекватты, ақыл ойы дұрыс директорлар болса, басшылар болса, әлбетте бұл проблема емес. Өйткені бұл үшін жауапкершілікке тартылатын барлығы да біледі ғой, өйткені баланы шектеуге болмайтын. Сондықтан олар тек қана өзінің міндетін орындау керек, кіресін, бірақ түсіндірсін, оған ешқандай проблема жоқ. Олар айтуы мүмкін, біз зайырлы мемлекетпіз деп. Зайырлы мемлекет деген сөз, енді бұл зайырлы мемлекет деген түсінікті көбісі әрбір басшылар түрлі түсініп жатады, бірақ зайырлы деген сөз ол тіптен баланың, адамның құқығын шектеу деген сөз емес. Біз мұсылманшылыққа қарсы мемлекет деген сөз емес. Яғни зайырлы деген сөз ол дінді сақтайтын да, дінді сақтамайтын да тең құқыққа ие деген сөз. Сондықтан бұл жерде айтайын дегенім, әлбетте бірінші біз түсіндіруіміз керек, жай ғана. Тіптен болмай жатқан кезде ғана, мектепке кіргізбей, итеріп, шығарып жатқан кезде ғана, әлбетте бұның бәрін фиксация жасап түсіру керек. Өйткені бұл уже шектен шығушылық болып табылады. Егер де кейін бір айтты, екі рет, бірнеше уақыттан кейін баланың денсаулығына әсер етуі мүмкін ғой. Өйткені ол мен өзім басымнан өткен нәрсе, ол біріншіден бұл директорлардың әрекеттері арқылы ол баланың басқа балалардың алдында деңгейін, оның былайша айтқанда авторитетін, беделін түсіру болып табылады. Шектеу. Анау басқа мұғалімдердің қасында ол біртүрлі жаман қылып көрсету болып табылады. Ертең тіпті білім алып оқып жатқанның өзінде де орамал тапқан балаға олар теріс көзбен қарайды. Яғни қаншама осындай бір біліксіз директорлар, мектеп директорлар, мектеп басшылары осындай біліксіз әрекетінен балаға үлкен қиналыстар, моральдық, психологиялық үлкен зардап шектіреді.
Осындай жағдайда егер де шынымен де психологиялық әртүрлі моральдық ауытқу болып жатса балаңызда, оны психологқа, басқа жерлерге барып қаратып, арнайы анықтама алу керек. Шынымен де бұл осындай белгілі бір деңгейде денсаулығына зақым келіп жатқаны. Ертең сосын жаңағы директорды, мектеп басшыларын ешқандай қысылмай мектеп директорларын сотқа беру керек. Алла разы болсын. Өте керемет кеңес бердіңіз, Абзал бауырымыз. Енді айта кететін мына бүкіл тыңдаушыларымызға. Мына видеоның соңында телефондар көрсетіліп болады. Сол телефондар арқылы біздің кеңесшілерімізбен хабарласып, толық солардан кеңес алып, барғанда қалай, әрине жаңа Абзал бауырымыз айтқан сияқты, бірінші әдеппен сөйлеу керек. Әрине біз мұсылман болушылықтан мұсылманшылықты сақтау үшін біздің өзімізді бірінші мұсылман екенімізді көрсету үшін әдеппен бару керек, әдеп сақтау керек, айқай-шусыз, сосын жаңағы айқайласып кетпей, сабыр сақтап, қасыңызда балаңыз бар екеніңізді ұмытпай, соны сақтап, бірінші күні барған егер кіргізбей жатса, сол әдеппен жайлап сөйлесіп көріңіз. Ол біздің ең бірінші кеңесіміз әрине. Ал ондай жағдай болмай жатса, менің өз кеңесім ертеңгі күні жаңағы біздің жаңағы арыздың шаблондары болады. Біздің видеомыздың соңында біздің кеңесшілеріміз сізге арыздың шаблондарын береді, Құдай қаласа. Солармен бөлек, балаңыздан бөлек өзін тыс видеоны түсіруге бөлек баруыңызға болады. Сол жағдайларды әрине әр жағдай бәрі бірдей болмайды. Әрбір жағдай өзіне қарай қаралу керек. Соны ескерте отырыңыздар, тыңдаушыларымыз, бауырларымыз. Алла риза болсын. Жақсы, онда Әбеке, Қуаныш, Алла риза болсын. Рахмет. Жақсы. Ассаламу алейкум. Амандықпен.